Өскеменде мемлекеттік және қоғам қайраткері Бердібек Сапарбаевты еске алуға арналған үстел теннисінен балалар мен жасөспірімдер арасында ашық чемпионат басталды. Еліміз үшін үстел теннисі ең танымал және бұқаралық спорт түрлерінің бірі. Шығыс Қазақстан облысында да аталмыш спорт түрі күн санап қарыштап дамып келеді. Бүгінде тек Шығыс Қазақстанда 600-ден астам адамның осы спорт түрімен айналысуы осыған дәлел. Өңірімізде спорттың дамуына және бірқатар нысанның ел игілігіне берілуіне мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Сапарбаев зор еңбек сіңіргенін ұмытпауымыз керек. Айталық, қаладағы жекпе-жек сарайы, Ольга Рыпакова атындағы жеңіл атлетика манежі мен орталық бассейн сияқты бірқатар заманауи спорт нысаны Бердібек Мәшбекұлының тікелей ықпалымен бой көтерген. Бүгінде осы спорт орталығынан көптеген мықты спортшылар тәрбиеленіп шығуда. Ол кісінің бұл еңбегін елі ұмытпайды, үнемі еске алып отырады. Бүгінгі біріншілікте осы мақсатта өткізіліп жатыр. Жарыс болған жерде жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Әр бәсекеде тек мықтылар жеңіс тұғырынан көрінеді. Ол үшін аянбай еңбектене білу қажет. Байрақты бәсекеде Өскемен мен Риддер қалаларынан және 3 ауданнан келген спортшылар бақ сынайтын болады. 3 күнге созылатын чемпионатта 100-ден астам спортшы республикалық чемпионатқа жолдаманы сарапқа салмақ. Бүгінгі чемпионатқа әр ауданнан, атап айтқанда Өскемен мен Риддер қалаларынан, Алтай, Тарбағатай, Ұлан, Глубокий аудандарынан 100-ден астам жас спортшы қатысып жатыр. Олар 3 күн бойы жекелей сында жарысып, үздіктер республикалық чемпионатқа жолдама алады. Биыл біз түрлі чемпионаттар өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл жарыс солардың бастамасы.